Сәлем достар, бүгін менің асханамда сіздермен бірге сочники дайындайтын боламыз. Алдымен бос ыдысымызды алып, ішіне аздаған ұнымызды саламыз. Сонымен қатар бір шымшым тұз, қопсытқыш, ванильный сахарымызды салып, араластырып аламыз. Одан кейін мұздатқышта қатырылған сливочный масло маргаринімізді алып, теркадан өткізіп аламыз. Оны екеуін әбден араластырып, дайындап қоямыз. Бөлек ыдысымызды алып, оған 2 жұмыртқамызды саламыз. Оларды біркелкі тегіс болғанша әбден араластырып аламыз. Жаңағы ұнымыздың үстіне сахарный пудра, не болмаса тәтті болсын десеңіздер, шекер салсаңыздар да болады. Жаңағы 2 жұмыртқаны үстіне осылайынан құйып, бәрін біркелкі етіп, тесті дайын болғанша, жұмсақ тесті дайын болғанша осылай елейміз. Неге менің тестім дайын болды, енді начинкасына кірісеміз. 5% басталатын творог керек болады бізге. Оны ыдысымызға салып аламыз. Және де жарты кесе шекер, ванильный сахар, яғни дәм беру үшін әдемі. Сонымен қатар сметанамызды саламыз. Және де бізге 1 жұмыртқа керек болады. 2-3 ас қасық ұнымызды салып, бәрін венчик, не болмаса миксер болса, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Енді жаңағы тестімізді алып, қамырымызды алып жайып аламыз. Жұқалау етіп жайып, осы кезде пешімізді қыздырып қоямыз. Осындай домалақ форманың көмегі арқылы бәрін кесіп шығатын боламыз, домалақтап, яғни шеңбер етіп. Неке менің қамырларым дайын болды. Арасындағы артық жерлерін алып тастап, олардан да осындай домалақ етіп қамырлар дайындадым. Енді үстіне начинкамызды салып, 2 жағын ғана жапсырсаңыздар да болады. Не болмаса бәрін толығымен жапсырсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Неге мен әртүрлі ғып дайындадым. Осылай пергамент қағазының үстіне бәрін салып аламыз. Және де 1 шай қасық сүт үй температурасында, және де жұмыртқаның сарысын, 1 жұмыртқаның сарысын әбден араластырып, осылай бәрінің бетіне әдемі түс беру үшін осылай жағып шығамыз. Яғни сочниктеріміз жылтырап тұратын болады. Бәрін 180-200 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей достар, менің сочниктарым дайын болды. Иісі қандай әдемі бұрқырап тұр. Үстіне сахарный пудраны сеуіп алып, енді дәмін көреміз. Мінекей, арасы өте әдемі, жұмсақ болып, үлпілдеп пісіп тұр екен. Сіздер де дайындап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.